Ассалаумағалейкум достар. Контора сериалы ұсынылғандысын 25. Өкінішке орай YouTube бұл бейнені жойды. Оны көру үшін төмендегі түсініктемедегі сілтемеге өтіңіз. Айналамызда қасымыздағы бауырларымыз бұрыннан таныс, өзіңіздің інілеріңіз Әділет Рахметулла, қазіргі Қазақстанның саяхат, шетелге байланысты амбассадор ғой, былайынша айтқанда. Руслан ағамыз, бұл кісі енді Астарнада өзіңіздің қол астыңызда істеді, режиссер, монтажер, жақында Америкадан келді. Осы подкастқа, осы тақырыпқа тура келетін адамдарды ойладық енді. Керемет. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бұл саяхат деген шын мағынасында өзі адамзаттың нетворкингі, қазіргі уақыттағы ең бір трендте тұрған жаңа кәсіптің көзі, жаңа қаржының көзі, жаңа өнеге сабақтың көзі осы саяхатта жатыр. Біз әдетте шетелге біреу барып келсе, сонымен отыра қалып әңгімелесеміз. Не көрдің, не білдің деп. Бірақ соны біздің көрермендеріміз де естісе екен. Жалпы халқымыз да сол нәрседен хабардар болса екен. Себебі неге? Әлеуметтік желіде біз көрсеткіміз келген нәрсені ғана көрсетеміз. Бірақ айтқымыз келген нәрсенің бәрін айта бермейміз. Симайды. Мысалға мына Әділет өткенде Антарктидаға барды. Мен айтам да, ана пингвиндар ұстап көрдің бе десем, бұл жолы рұқсат болған жоқ дейді. Мысалға, ол сырттан көрген адам ойлауы мүмкін де, бір пингвинді мультфильмнен көріп алсаң, бір құшақтағың келеді ғой. Шынтуайтында оның иісі де қасқыр сияқты ол басқаша болуы мүмкін. Немесе Руслан Америкаға барғанда ол тек 5 жұлдыз қонақ үйге барып, теңіздің жағасынан қайтып кеткен жоқ қой, кәдімгі халықтың ішінде өмір сүрді. Сондықтан жалпы бізді көретін, бізді білетін адамдар осы саяхат жайында бір терең әңгімелер, қызықты әңгімелер естісе екен деп отырмыз. Мен енді 16 жасымнан саяхаттап келе жатырмын. Сонан 91 жылы біз тәуелсіздік алған болсақ, сол алғашқы болып шетелге шықтық. Сонда 91 жылы шетелге шыққан кезде Түркияға аптасына бір ғана рейс ұшады. Стамбул, Алматы, Алматы, Стамбул. Содан қалып кетіп, Алматыда бір апта жатып күттік. Паспортым сәл дайын болмай қалды. Бірінші рейстен қап кеттіңіз. Жоқ, соның алдында рейстер болған, бірақ біз келсек паспортым дайын болмай қалды. Қызыл советский паспорт қой. Содан сол паспортты күтіп жатып, кейін Түркияға бардық. Сол Түркияға барғанда маған 3 нәрсе қатты әсер етті. Бірінші, келген бетте дүкендердің бәрі толып тұр, тауардың түрі, ана жердегі колбасаның иісі шығып, ана жердегі сырлардың түрі, сүттердің түрін көргенде біз енді бүкіл сөрелер бос, дүкендерде түк жоқ жерден Стамбулға барып отырмын ғой. Бірінші таң қалғаным сол болды. Екінші таң қалғаным Түркиядағы біз араласқан сол кезде қазақтардың бәрі жеке кәсіппен айналысады екен. Барлығы цехтар ашып тастаған, фабрикалар ашып тастаған, терилеп жатыр, тонды тігіп жатыр. Ана жұрттың еңбекқорлығы, үлкен табыс тауып, астына Мерседес мініп жатқанын көріп таң қалдым. Үйін асты бәрі кәсіп. Себебі ол кездерде бізде Жигули алса да, Волга алса да әркім ала бермейді, шектеу, әлгі железный занавес дегендей темір қоршаудың ар жағынан шыққан қалыппыз ғой. Бұл үшінші әсер еткен нәрсе. Екінші әсер еткен нәрсе. Үшінші әсер еткен нәрсе, мен өмірімде бірінші рет мешіттің есігін аштым сонда. Ақсақалдар, сол жердегі Тоқтаубай ақсақалдар, жүріңдер балалар деп, бірінші бізді кәдімгі бір орманнан жабай адам ұстап алғандай моншаға апарып жұма күні. Құсылық үйіндіріп жатыр екен ғой сөйтсек. Сөйтіп бізді бірінші жұманың алдында моншаға апарды. Моншадан жуындырып, шайындырып, сөйтсек енді дәретті біз білмейміз ғой енді. Ауызға қолға су алу, сол енді бір общий жуын әйтеуір жарайды деген болу керек, моншаға апарып жуындырды. Сөйтіп жұма намазға барып, енді қасымда Әзімбек Жанқұлиев деген ағам бар. Енді Құдай өзі кешірсін, тырқылдап күліп жүрміз ана жерде. Өз қылығымызға өзіміз күліп жүрміз. Өйткені сапқа қалай тұруды білмейміз. Сонда маған қатты әсер еткен нәрсе, Стамбулда қазақтардың үйінде отырғанда азан айтылады ғой. Азан айтқан кезде ішіп отқан тамағын тоқтата қояды. Айтып отқан әңгімесін тоқтата қояды. Анау Құдайдың есіміне, азанға деген құрметі болса керек. Қазір дәл ондай емес қазіргі уақытта. Бірақ сол кезде ақсақалдардың көзі түрі көбі аман кезі ғой енді. Сондықтан 91-ден бері қарай саяхатта жүр екенбіз. Аллаға шүкір енді Европаны, алыс жақын шығыс елдерінің бәрін аралап көріп жатырмыз. Енді дәл қазір осыны санамаппын, 30 шақты елде болдым енді. Мен өте көп елде болғам жоқ, бірақ
керек елдердің көбінде болдым. Иә, 30 шақты елде болдым. Енді Әділет, сен тек қана өзің көзбен көріп отқан жоқсың, сен камерамен барып жатсың. Иә. Руслан, сенде де солай. Андай адамдар ойлайды да, қалай сен саяхаттап жүрсің, ақшаны қайдан табасың? Ең бірінші сұрақ қой ол. Иә, бірінші сұрақ. Қалай жүрсің сен мына жақта? Жаңа маған да сол сұрақ қойып отыр ғой, Америка не ақшамен бардың? Ана адамдар көреді да, сен Әділет, қалай сен келдің да, бір шетелден бір ай алдында Европа сапарында болдың ба соңғы рет? Бір ай қымбат ел ғой енді. Иә. Енді сен келе салдың да тағы басқа жаққа келе салдың, қалай жүрсің дейді. Енді Антарктидада жүрсің. Мен енді көбінде енді сапарларымның Аллаға шүкір тегін жүрем. 70% тегін жүрем. Тағы одан бөлек маған тегін жүрем қазір ақша төлейтін де бар. Мысалы шетелдің бір продакшнмен істеймін, Voin Production деген, олар ма ақша төлейді. Мен бір шетінен шетелді көрем, сояқтың мәдениетін. Және мен ақшамды алып қайтамын. Уақытым құр кетпейді. Ақша қызмет үшін, иә? Съемка бар, басқа бар, жарнама бар. Мен олардың заңына бағынам, не айтады, соны сүріп жүрем, азынан кешкен жүрем. Олардың жұмысына кедергі келдірмей, мен мешайт етпей, техничный бит өзім немді алып жүрем. Олар наглить етпей, мен олар жұмыс қой, мен жалдады ғой, шақырды ғой. Наглить етпей, олар босақ болғанда съемка өткен кезде мен өзімнің сторисімі суретін түсіп, жеке шаруаларымды оларға мешайт еткізбей түсірем. Сөйтіп түсіріп аламын, сөйтіп жүрем. Одан кейін жаңа ел туризм министрлігі, мысалы Хорватия шақырды, Қытай шақырды, солар да шақырады. Ол кезде тегін барасың. Сөйтіп жүрем. Кейде мысалы болады, жартысын спонсортан, осы Европаға бардық, Capable, біздің қазақстандық жүргек шығаратын завод, біз спонсор болды. Жартысын өзіміз төледі деген сияқты. Бір ай деген біраз ақша кетеді. Сөйтіп жүріп саяхаттаймыз негізінде. Бір шетінен жарнамалап береміз, анандай ғой, өзіңе ұнаса жүре бересің. Көбісі айтады, чемоданымды салып алып кетші, қасында штативін көтеріп жүрші, қалай барасың. Мен ол жұмысым менің. Ол еще бірден келе қойған жоқ қой ондай, тегін бару деген. Бірден жоқ. Ең алғаш мен сіз 16 жаста ерте шықтыңыз ба? Ең алғаш мен 2016-да шықтым, Асыл арнаға, сіздердің арнаға келген кезде. Сол кезде келіп, ол кезде қажылық сапарын сүру керек Асыл арна. Сол кезде жіберетін, сол кезде мен келе салған кезде қажылық сапарына жібереміз деді. Бірақ мен сенбедім, ешқандай шетелге ондай шығып көрмеген баламыз ғой енді. 23 жастамыз, 23-24 сондай жастамыз баламыз. Мен де бірінші қажылыққа енді жүрек тарс, бірақ мен сенбедім. Мен не толық болатын шығар, бір жерден бара алмай қалатын шығармын. Или басшылық айтқан бір сөз айнып кетіп басқа біреу жібере салатын шығар деп сенбей жүрдім. Енді өмірінде самолет қотпаған адам ғой енді. Хит TV каналынан келіп тұр қастарда. Ол кезде енді бәрін білеміз. Айтады да, Асыл арнаға кел Әділет деп, Ғани ағам істейді, жұмыс жасайды. Сен кел, мен намаз оқымаймын ғой енді деп сөйтсем, как раз бізге намаз оқымайтындар керек дейді. Сөйтіп, енді маған бір 3 ай бұрын айтылды, 3 ай уақыт өтпейді ғой, елестетем, қалай болады. Сон бір кезде камерамызды алып, немізді алып, аэропортқа келіп, контрольдан өтіп, отқаннан кейін, күлдім ғой, мамама звондадым, мама мен кетіп баратырмын деп, андай. Ешкімге айтпағансыз ғой? Мен оға дейін, мысалы, мен ол сапарға дейін, мен Асыл арнаға келмегенше дейін, мен өзімді Инстаграмға сала беретін, бүйтемін да өзім салып, былай. Түсірші, бұлайға түсірші, бұлай, примерно, түсіріп сала беретін. Инстаграмның бір 80% мен өзім. Ана сапардан кейін мен өзгерді менің нем. Мен уже басқа жақтың мәдениетін сала бастадым. Ана жақта кішкентай балалар, жүріп баратқан мысық, бір кептердің ұшып баратқаны, жасап жатқан қажылық, солар түсіріп мен өзім салмайтын болдым. 20%, 80-ге 20-ға мен Инстаграм сол кезде өзгерді. Блогерлыққа осынан бірден бір себепкер осы мен контент жүргізім. Ана суретіме маған комментарий бір астына пікір жазым керек. Мен ізденетін болдым. Соған байланысты, қажылыққа байланысты, Меккеге байланысты посттар жаза бастайтын болдым. Google-ға жазып іздеймін, құсқа байланысты нәрсені іздеймін. Сөйтіп, одан кейін тоқтай алмай кеттік. Қазіргі күнге жеттік дейсіз ғой? Содан міне кеттік. Одан кейін Африкаға бардық. Асыл арнаның тағы несімен бірден бір себепкер кәдімгі Асыл арна болды. Нигер еліне бардық.
мен сол кезде лайкым 1000 лайкқа жеткен. Ол кезде бір 12 лайк болып жүрген. Скриншоты да бар десем. Иә, 1000 лайкқа жет. Мә, анау мен лайк 1000 лайкқа жетті ғой деп ше. Сол кезде жаңа Өркен Кенжебек ағаларымыз лайк басып, маған подписка жасап, мә, ана жерде. Сәкен Майғазиев ағаларымыз бір комментарий жазған кезде, ана комментарий бүткіл ауылдың чатында жүр. Ой, әділетке Сәкен Майғазиев комментарий жазып. Или жаңа Мұхамеджан аға мен бір суретімді алып астына, ана текстің астында Әділет фото, Әділет Рахметолла деп тұрған кезде Инстаграмда анаяқтан бір 1000-2000 адам подписка келетін. Сөйтіп кете бастады жаймен-жайменше. Африкада ол кезде енді 2017 жылдары ол кезде көп адамдар Африкаға да бара бермейтін Инстаграм. Енді бір бит келе жатқан ол кезде. Ол кезде сонда жобамен бардыңыздар ма аға? Астарына? Нигер, аха. Жобамен бардық. Нигермен бардық. Сол бірден бір содан енді тоқтай алмай кеттік. Сөйтіп жақсы подписчик жиналды. Сонымен ең несі не болды? Осы бір travel блогер болуыма себепкер бірден бір нәрсе ол карантин уақытысында. Карантин уақытысында бәрі үйінде жатты ғой. Ол кезде үйде не істедік? Квартирада кино көрдік. Кино көріп атам, таң атады. Сөйтсек таңның атқаны әдемі болады екен ғой. Біз таңға тұрмайды екенбіз. Таңның атқаны, күннің шыққаны деген өте әдемі болады екен. Сонымен таңның атқаны аламын да түсіремін де Инстаграмға салып жүремін. Сөйтіп жақсы просмотр жинайды. Сон бір күні өз бір карантин уақытысында бір не болды ғой, бір тыныштық. Тып-тыныш ауа райы деген, көктемнің уақытысы, смог жоқ. Мәшине жоқ көшеде. Сон мәшине жоқ, өзімде де мәшине жоқ ол кезде. Сон шығамда, Алла тағала ана бір не есіме түсіп кетті, тәуішкейлердің балаларыңға дейін бір дұға етіңдер, сұраңдар дейді ғой. Шығамда, білмеймін, бір настроем күшті болды да. Әдем болып тұр енді, таң күшті, топ-тұнық, тым-тырыс, құстардың дауысы көшеде. Алла тағала маған подписчик берші, Алла тағала подписчик берші деп бір жүрегім зу ете қалды да, Anytime'ға мініп алдым да, орталық мешіт жаққа бардым да. Менің ойым қазір бұлттар жақын ұшып жатыр екен. Через бұлт мешіт сүргім келді мен жерде. Бір болады ғой бұлт, мешіт тұр, жерде бұлттар өтіп жатыр, соның ортасына, бұлттардың ортасына мешіт алғым келді дронмен. Сонда ой болды примерно. Сол жаққа орам дрон кетіп бара жатсам тұман басып кетті Алматының. Настроение түсіп кетті деп. Бірақ сонда да қайтпай бардым. Жіберіп көрейші, осы тұман болса да. Тым көрмейді, әппақ қала. Көтеріп жатырмын. 400 метрдан дрон көтерілгеннен кейін ана жерде вид ашылады ғой. Алматының үстінде бұлт кетіп жатыр, ағып жатыр. Үстінде тау көрініп тұр, Көктөбенің телеушкасы көрініп тұр. Оның үстінде тағы бұлт тұр, ондай кадрды мен хит болды осы кадрлар. Ол мен киноны неден ғана сен оны төменнен болса көрмей тұрсың. Төменнен мүлде көрмей тұрмын ғой, жаңа не болып тұр ғой. Настроениең түсіп тұр. Ана жерде эмоция бөлек кетті. Ондай кадрды мен кинодан бір Голливудтың бір киноларынан ғана көргем. Ана кадр. Мен кадрым деп қойса. Енді ананы маған біреуге көрсету керек. Болады ғой бір нәрсе роль жасасаң қараш бір деп. Ешкім жоқ көрсін десем көшеде. Сон қайыр тілеп отқан мешіттің қасында бір апа отыр екен. Апа ана видеоны қараңызшы деп сөйтіп қойсам, апам бүйтіп қойды. Аспанда періште бар ма екен деп қойды, апа деп. Сөйтіп отқан кезде мешітті де түсірдім, ана кадр түсірдім. Келдім де обед кейін монтаждадым да бір музыканы қойдым да ұйықтадым. Ұйықтамағым ғой енді, түнімен ұйықтамағам. Салып жібердім, дұғам бар, тәбіш кейін, Алла тағала бірақ енді сұрамаппын да, 2 миллион подписчик бар, 1 миллион подписчик бер дедім да, бірақ енді Алла тағала айттым, Алла тағала подписчик беріңіз, бірақ мен жақсы дүниелер ұсынайын осы оқырмандарыма, жақсы нәрсе, табиғат көрсетейін. Сөйтем да ұйықтаймын ғой. Кешкісін сағат бір 7-лерде тұрсам, қып-қызыл болып Инстаграм өртеніп жатыр. Бүткіл пабликтар бөлісіп тастаған ана видео, подписчик келіп жатыр. Сонда бір 2-3 мың адам келген, 5 мыңдай адам келіпті. Енді анау сені ұйықтата ма? Одан кейін таңдан деймін, кешкісін енді закаттан деймін, қай жерде күшті күз болып жатыр, қай жерде қар жауып жатыр, қай жерде не болып жатыр, шөп шығып жатыр, қай жер құлпырып жатыр, анаяққа барам, аттың чапқаны. Содан әлі мен тоқтай алмай жүрек. Уже шетелден іздеп кетіп десеңізші. Бір қарасаң, уже бір жылдан кейін, бір жарты жылдан кейін статья кетіп жатыр. Видео көріп снял, осындай бір нәрсе видео, табиғаттың күшті видеоны түсіріп алыпты. Одан кейін жаймен бір жылдан өткеннен кейін Әділет Рахметолла деп кете бастады. Алла тағала бағы ғой. Сөйтіп статьялар шыға бастады. Енді содан тоқтан бір қарасақ шетелге шақырып жатыр.
міне бір қарасаң Антарктидаға тегін барып келіп жатырмыз, ол шет елдің компаниясы біздің видеоны көріп қойған. Ол енді қазір Инстаграмда тек қана Қазақстанға шықпайды, ерекке шығатын болса бүткіл әлемге тарап кетеді. Олар көріп, олар жазып жатыр. Міне қазір Палауға шақырып жатыр. Уже мен ойланамын, ол мемлекетке баруға бола ма уже. Палау деген мемлекет бар, Палау деген өз мемлекет бар. Уже тамақ қана емес, еще мемлекет бар деп қойса. Еменнің қасында деді ма? Ол Сокотра деген, ол жаққа мені андай уже. Таңдайсың уже, Аллаға шүкір осындай. Қазір қай жаққа барса болады, қай елге барса болады. Қызық. Сөйтіп әйтеуір бағымыз жанып кетті, бірақ айтып отқан бірден бір себепкер осы Асыларна болды менің осындай бір саяхат жасауым. Мен оға дейін мен той түсіретін, жалаңаш бір фотосессия қыздарға жасап жүретін. Оқты, міне. Фигураларын бүйтіп тұрған қыздарға сурет жасайтын. Секреттар кете бастады. Сонымен қап кете беретін еді ғой. Сен аға тұрды да айтады ғой, Әділет, сен не қыздар түсірсің, бір табиғат түсірсеңші, сені бір жіберейік, Қазақстан табиғатын түсірсеңші, сені бір нәрсе көріп тұрмын. Мұхаммед жаңа бір айтқаны бар, баламыз ғой, эмоционалимыз. Сенің бір нәрсе көріп тұрмын, сенің бір көретін нәрсең бар екен дейді да, кадр. Біз бір жақты көрсе, сен басқа жақтарын көріп тұрды екенсің деп. Сол кезде Асыларында да Құран уақыттар бар ғой, сол жақта табиғаттың видеолары кететін еді ғой. Иә. Сол жаққа Құран уақыттарында видеоларды дронмен, немен барып түсіріп жүретінбіз. Содан. Дронды да алғаш Асыларнада ұшырдым 2015 жылы. Ол кезде ұрыс еститін мен. Дұрыстап ұрсашы деп режиссерлар Жандос Құсайымов ағамыз бар. Бір кино түсірдік, неге бар, Шарынға барып. Қайсы кино құлап кететін. Не ғой ана? Шатқал түсірген кезде, ең алғаш мен сол кезде түсірдім. Сол кезде Жандос Құсайымов ағам берші Әділет дронды деп. Өзім ұшырам дейді, ол кісі де дұрыс ұшырамайды. Мен өзім түсірдім. Не ұстайды, мен видеом ашы. Бірақ мен ана жерде күшті түсірдім деп жүрмін ғой бір. Сонда ағасым жандай рек базамда өшірмеймін, 5-6 минут түсіре беремін жаңа. Андай не жоқ. Сол жерден Асыларнадан да ең алғаш дрон ұшырып, Асыларнада мен оператор қызметінде болдым. Біраз осы өзге мен ол кезде мысалы оға дейін мен Инстаграмға бүйтіп сөйлеп бір ауыз айта алмайтын, осылай бүйтіп аузым көп сөйлей алмайтын. Мен бір кітап оқып, бір мектепте бір ойбай деп бір әдебиетті бір қырып оқымағанымша, бірақ осындай саяхат арқылы көргенімді бүйтіп айтуға болады екен. Енді аға былай да, мысалға әдекеңдікі түсінікті контент жасайды, адамдарға енді Құдайдың жаратылысын, жаңағындай табиғатын көрсетеді ғой. Жақында Миланға барып келдіңіз ғой. Милан, Испания, бірнеше елдерді, Европаны аралап келдіңіз. Сізде басты критерий қандай? Ол бала-шағаны қыдырту ма, немесе білмеймін бір тәлім тәрбие дейін десең. Бір айтатыныңыз бар еді ғой, ана киімді размерімен киеді екен, точно лик аласың. Басты мақсат қандай шетелге шығудан аға сізде? Енді бірінші нәрсе ол отбасы. Мысалға енді әлеуметтік желіде өзің жүресің ғой, сонда көп ел айтады да, сіз өз үйге келесіз ба, жеңгеміз қайда, бала-шаға қайда деп. Енді ол біле бермейді ғой, кадрдың ар жағында менімен бірге әйелім жүреді, балаларым жүреді, кейде қызым түсіреді. Өйткені неге? Себебі сен елге бір сөзді айтып жатқанменен ол сөзге өзің сай болуың керек. Бала-шағаңның да қақысы беріліп жату керек, Сондықтан менде мынандай бір қағида болды, қазір сол дұрыс сияқты көрінеді өзіме. Ол қандай? Мысалға, жарайды, біз мұсылманшылық ұстанып жатырмыз, имандылық жолда жүрміз, Меккеге барамыз, Мәдинаға барамыз, ауылға барамыз, тарихи Самарқан, Бұхараны көруіміз мүмкін, мәдениетіміз ортақ, тарихымыз ортақ. Бірақ бір Европа, Америка десе, ол біздікі емес қой, ол жерде не үйренесің деген сияқты түсініктер бар. Сосын не болады? Біраздан кейін қызың университетке кетеді, ұлың басқа жаққа кетеді да, сенсіз де сол шетелді көретін жағдайларға жетеді. Сенсіз де сол Европадан келгендермен араласады, немесе бір шетелдік батыстың компаниясына жұмысқа кіреді, сөйтіп армандап жүреді, Лондонға барсам, Парижге барсам деп. Содан мен өзіме мынандай қойдым, егер бір қолыма қаржы түсіп мүмкіндік болса, қорықпай, қашпай, сол Европаның жақсы жағы бар болса, соны бала-шағама өзім апарып көрсетейін деген бір алдыма мақсат қойдым. Сөйтіп үлкен қызыма айттым, мектеп бітірсең, сол Парижге өзім апарып қайтам. Кейін екінші қызыма да айттым, үшінші қызыма да айттым, төртінші қызыма да айттым. Сөйтіп қыздарым бой жеткен сайын соларға Европаны өзім аралатам. Неге? Ол менің қасымнан сыртқа кеткеннен кейін сол армандап жүрмесінші, Париждің фотосын соткасына қойып, тағы бір нәрселерді, Швейцарияны көріп. Өйткені менің ойым не? Ол жақтың жақсы жағы да, жаман жағы да бар.
Жаман жағы болса, соны мен түсіндірейін. Әкесімен қыдырсын. Қыз ең бірінші жігітімен емес, күйеуімен емес. Қыз ең бірінші әкесімен қыдырсын деген қағида бар да менде. Сондықтан Европаға жаңағы сіз айтқан Испания, Италия, Францияға бардым осы жазда, бала-шағаны алып. Сонда бірінші кезекте сол қыздарым, жарайды, ұлдар өздері сапарлай берер, қыздарымды алып сол әлемді аралатып, мынау не деген сұрақ туындаса, сол сұрақтың жауабын бірінші әке айтсын. Мыналар неге көшеде денесіне татуировка салады, неге мыналар мысаға ұл мен ұл, қыз бен қыз құшақтасып жүреді. Сол нәрсенің бәрін көзбен көрген кезде жай ғана өзің бір қатарластарымен бір әзіл прикол ретінде емес, әкесінің ғибраты ретінде қабылдасын. Сөйтіп дештальттары жабылсын, бір армандары орындалсын, бірақ дұрыс мағынасында. Себебі сен құр отырып алып Европаның кейбір соңғы уақыттардағы мәдени құбылыстарын жамандай бергеннен олар Европадан қашпайды ғой. Олар бәрібір барады, бәрібір көреді. Қаншама қыздар бар, қаншама ұлдар бар, әке-шешесінің қасынан кеткесін. Мысалға қарапайым ғана ауылдан жібересің Алматыға ұл мен қызды. Алматыда оның не істеп жүргенін, қыздың не істеп жүргенін білмейсің ғой. Мына тұрған Алматының өзінде бұзылам деген адамға ондай жағдай бар. Мына тұрған Алматыда. Ал сондықтан кез келген, менің ойымша, кез келген әке-шеше баласын өзі жоқ күнге дайындау керек. Өзі жоқ сәтке дайындау керек. Өзі болмайтын жерлерде иммунитеті жақсы болуға дайындау керек деп ойлаймын. Өткенде бір інім айтады, енді аға, сен апармайсың ба, енді жағдайың бар, ақшаң бар деп едім, ол інім айтады, аға, не жоғалтты ғой жоқта, не көреміз дейді да. Мен айттым, сен сәл кеңірек ойла. Әлем араласып кетті, әлем ашылып кетті. Сен тек қана ұл қызыңды Мекке, Мәдинаға или мына тұрған жаңағы Астанаға апарамайсың, ертең олар араласады. Сондықтан мүмкіндік болса қайта әкесі сен ертіп жүріп көрсетсең, ол кейін сен жоқ кезде барған кезде оның жаңағы қиялдары құрықталған, армандары жаңағы өзінің жолына түскен. Сәттер ғана есте қалады. Сіздің бір сөзіңіз бар ғой, әке деген кезде бір спальнидан майкамен шығып келе жатқан образды ғана көрмеу керек дегенде. Көп адамға жаңағы әке десең, әке деген диванда сотқа қарап жатқан, үйге келіп мамасына ұрсып жатқан, или жаңағы шылпылдатып әбет жеп отқан бір адам елестеуі мүмкін да. Әке дегенде да. Мысалға да, сорпа жеп отқан әке елестеуі мүмкін. Немесе жаңағы сен айтпақшы, спальнида майкамен шығып келе жатқан еркек елестеуі мүмкін да, әке дегенде. Сондықтан әке мүмкіндік болса, жарты сағат бөлсе де балаға сапалы уақыт бөлу керек. Жарты күн болса да сапалы уақыт бөлу керек. Мүмкін мен өмірімде басқа сапарға алып шығармын, шықпаспын қыздарымды. Бірақ сол Парижге немесе Италияға қарыздансам да, кейде бір ақша тапсам да алып барам. Бірақ одан үш нәрсе отам. Біріншіден, оларға қызық болып тұрған нәрсені аралатқаннан кейін олардың көңіл күйі көтеріледі. Ал көңіл күйі көтерілгенде сен қандай жақсы нәрсе айтсаң, ол жүрекке сіңеді. Екінші нәрсе не? Ол әкесімен жүрген кезде кез келген нәрсені сұрыптап, таразылап қабылдайды. Өйткені сен араласасың ғой маршрутқа, былай жүрейік деп. Үшінші нәрсе не? Үшінші нәрсе баланың қоғамнан, шетелден алатын бірінші эффектісі еш уақытта қайталанбайды ол. Первое впечатление. Сол сезімді, сол қорытындыны әке-шеше алса жақсырақ. Әке-шеше алса жақсырақ. Кеше бір досым айтады, балаға Фатиха сүресін әкесі үйреткен жақсы дейді. Неге десем, ол 90-ға келе ма, 80-ге келе ма, балаң өмір бақи намаз оққасын Фатиханы оқиды ғой дейді. Соның сауабын сен алмайсың ба дейді. Сол сияқты оның шетелге деген, бір әлемді көруге деген бірінші впечатление бар ғой, бағана мына Әділет айтып отырған, немесе сіз айтып отырған, немесе мен 91-де шықтым деп отырмын. Менің кейбір шетелге барған сапарларым тіптен есімде жоқ. Мысалы, Иранға бардым 96 жылы. Жамбылдың жастық шағы фильмін түсірдік, Иранға барып 2 апта жүрдік. Соның көп жері есімде жоқ. Неге білесіз ба? Себебі сәттер ғана, ана музейге барғанымыз, ана жерге барғанымыз, қонаққа барғанымыз. Себебі ол жерде мен бір адамдарға ілесіп бардым, делегацияның құрамында жүрдім да, жаңағы нетворкинг. Адамдармен қарым-қатынас қана маңызды болды мен үшін. Тіптен Иранды көру маңызды болған жоқ. Қасымыздағы адамдармен қарым-қатынас маңызды болды. Көрдіңіз ба? Сондықтан есімде қалған жоқ.
Ал енді бірінші шетелге сапарым ол маған қатты әсер берді. Сондықтан мүмкіндік болса бірінші шетелге ұлың қызын негізі әке сапарға. Мына тұрған Ыстықкөлге барсаң да шетелге апарып келген жақсы. Сізде қалай, Руслан аға? Кішкене енді Руслан аға да басқаша кішкене. Америкаға барып келді, жақында машинесі өртеніп кетті ма? Басқа жағынан көрсетті да, біз енді шетелге барсақ айтамыз ғой, жақын мынау күшті екен, дамып кетті деген сияқты. Бұл кісі Американы кәдімгі қалып кеткен жақтарын айтады. Қалып кеткен, ойбай, Америка ондай емес екен. Дегенде шетел дегенде менің бірінші шетелім ол Алматы. Ең бірінші шетелім. Иә, ол біздің ел, біздің жер, бірақ шетел сияқты әсер етті. Иә, шетел сияқты әсер етті, потому что біз Таразда жаңағы аға сіз айтпақшы круг жасап ортақ түкіріп тұратын, тізесін құшақтап тұратын, сондай ортада жүрген. Потом анау Иверің кім еді алдында тісі жоқ әнші бар еді ғой, бір Шураны көріп жүрген, бір непонятный бір ортада жүрген адамдар. Алматыға алғаш келген кезімізде ол 10 сағат ұйықтамай келгем Алматыға. Автобус 10 сағат жүреді, 10 сағат ұйықтамай келгем. Қарап, жүректі. Сонда обед ішу, машинаға зимний баллон деген нәрселерді осы жерге көрдік қой. Ауылда ондай нәрсені көрмейтінбіз ғой, мысалға. Обед ішу деген нәрселер. Қазір ол аға айтпақшы, оның бәрі қатардағы жай бір нәрсе болып қалды. Ал Америка ол не бар екен? Великая шахматная доска деген нәрсе бар. Брzezinski. Иә, бізге құйып жіберген бір идеология бар да, ол Америка, ол жер жаннаты, не деген сияқты. Барғаннан кейін мен прям желгенумен болдым. 4 күннен кейін аға сізге шықтым ғой, қайтам мен. Болмайды мынау деп. Самолеттен түскеннен анашаның иісі, ойбай мынау не болып кетті. Нақта страховкада мынандай, анау мынандай неше түрлі әңгіме. Тек проблемалар бар. Иә, тек проблемалар. Сонымен кейіннен пісе бастадық қой. Ағадан сұрайым, аға не істеймін, қайдан ба? Шыда, айдала ғой ол. Мына тұрған Стамбул емес, или біздің контингент, біздің Азия жағы емес те ол, мұхиттың ар жағы. Еще мұхиттың ар жағы болғанда да арғы мұхит жақта жүрмін ғой мен. Арғы бетінде. Иә, арғы бетінде жүрмін да. Ешкім жоқ. Қазақтарды көрсем, қазақтан қашып жүр. Ана бірін лақтырып біткен ғой уже. Бар ішінде жақсы жігіттер, отбасылар бар, бірақ уже бірін қашып біткен. Сол сөйтіп отқан Америка жаңа визасын алу қиын, анау қиын, мынау қиын деп отқан кезде барсам, жаңа бомждарды көрем, анан көрем. Енді менің взглядым мынандай да, әртүрлі мигранттың взгляды бар. Мысалға, латиноамериканецтің взгляды бар, европейский, азиатский деген сияқты. Менікі осы асыларына да жүріп, ағаның қасында жүріп, үйренген бір взглядтар бар да бізде. Мысалға, аға сіздің айтатыңыз бар ғой, айтыста 3 бұрыш дегенше. Сол сияқты біз мысалына шайнек па, мына жағын көру, себебі не деген сияқты. Ойлану, иә? Иә, мысалға бір бомждарды көрдім, соны зерттеймін. Қалай бұл? Енді зерттегенде неге бомж? Иә, неге бомж? Көк паспорт дегенде американский паспорт. Ол Америка азаматы. Америка азаматы ол ойбай бір шетелде бір жерде американский бір азаматқа зұлымдық тиіссе, Трампқа дейін шығарылып кетеді. Мынан жүрсе неге бұндай деймін ғой. Сөйтсем, баяғыда аға сіз айтқаныз Германияда бір врач бар. Түрк врач. Егерде нені көріп отырады, мен бұны қазір асықпай айтып берем, Германияда бір врач бар, түрк врач. Сол немістермен қатар өмір сүріп жатыр. Иә, немістермен қатар өмір сүріп жатыр, бірақ сол врачқа нелер психотерапевт қой, бұл психологиялық тұрғыдан адамдарға көмек беретін адамда. Сонда түріктер келмейді дейді. Германияда тек қана немістер келеді екен. Немістер келеді дейді. Неге? Сон бұл таңғалады. Неге деп өзіне өзі сұрақ қояды да. Сөйтіп жаңа түріктерден барып сұрайды ғой. Сендер неге осы ауырмай ма, психологиялық тұрғыдан шаршамайсың ба? Иә, болады бізде дейді. Бірақ бізде туыстық қарым-қатынас күшті дейді. Біреудің басында қайғы болса барып бөлісеміз, біреудің басында жақсылық болса оны көбейтуге тырысамыз дейді. Иә, сол жаңағы бомждар былай қарасаң, оказывается, жақсы отбасынан шыққан адамдар, ауқатты жерден шыққан адамдар, бірақ
ол жақта туған баласына или баласы әкесі біреу проблема айтты ма, маған өз проблемаңды айтпа, осын құйып тастаған. Мысалға бізде қазір Каспийден ойбай 10 000 теңге бере тұршы дегеннің өзі сен бір проблемаңды шешіп отыр, ал ол жақта ондай әңгіме жоқ. Сен неге маған өзің проблемаңды айтып отырсың? Неге 10 000 сұрайсың менен? Иә, неге сұрайсың деген сияқты. Сөйтіп енді біреудің басына қайғы болған, біреу әйел қайтыс болып кеткен, біреу бір нәрсе болып кеткен, сонымен стресске түсіп, сол күйі өз-өздерін тастап қойған адамдар ғой, ана тең жартысы. Көшеден бірақ шыққан. Иә, көшеден бірақ шыққан да. А бізде біреу қайтыс болса, көңіл шай береді, әйтеуір бір қасында болсады ғой. Четверг сайын бейшембі шайы бар, анау бар, мынау бар деген сияқты сондай құндылықтар бар да. Потом бұл енді Американы мен тек былай жамандауым емес, жамандағым да келіп тұрған жоқ. Просто олардан да алатын нәрсе бар. Олар бізден де алатын нәрселер бар да. Мысалға аға баяғыда Лондондағы лордтан олар бізге қызыққаны бар ғой. Сол сияқты ана имам Маликтің сөзі бар ғой. Мына қабірде жатқан адамнан басқасының бәрін алынатын сөзі бар, алынбайтын сөзі бар деген сияқты Мұхаммед алейхиссаламның қабірін көрсетеді да. Имам Малик Мединада жүргенде ше. Сол сияқты олардан да алатын нәрсе бар, жоқ былай қарай не қылатын нәрселер де бар да. Осы мына енді айтуға болады деген кітаптың ішінде Лорд Ахмад деген кісіні қамтыдық. Біз Руслан екеуміз неге бардық? Англияға. Лондонда сонда Лорд Ахмад парламентте үлкен депутат қой енді. Сол кісімен әңгімелесіп келген кезде ол кісі айтты да, бізде бір парламент мемлекеттен үлкен ақша бөлгізіп жатыр деді. Не нәрсеге деп едім? Жастар үйлену керек. Үйленген өте пайдалы, үйленген деген өте жақсы нәрсе деген насихатына ақша бөлініп жатыр деді. Одан кейін келесі ақша бөлініп жатыр. Үйленгеннен кейін негізі бір үйде тұрған жақсы. Оларда жаңа азаматтық неке деген бар ғой. Бір шаңырақтың астында, бір спальныйда тұрса, оның пайдасы жайында ғалымдардың зерттеуіне ақша бөлініп жатыр дейді. Енді үшінші ақша, енді бірге тұрғаннан кейін негізі өмірге бір перзент келген жақсы. Ол өте жақсы нәрсе, перзент. Иттен көрі баланың мынандай жақсы жақтары бар, мысықтан көрі баланың мынандай жақсы жақтары бар деп, кәдімгі соны зерттеп, халыққа пайдасын паш ететін жобаға ақша қарастырылып жатыр екен. Енді осыны айтып отырған кезде, сол кездерде Лондон қаласында бір социологиялық зерттеу болады. Соның қорытындысы шығып жатыр екен. Соны маған ол кісі айтып берді. Сонда мынандай бір сұрақ бар екен жаңағы опростың ішінде. Сен отбасыңда өзіңнен кейінгі ең жақын деп қайтылған есептейсің. Енді біреу әкем деуі мүмкін, біреу шешем деуі мүмкін, біреу жарым деуі мүмкін да. Ал Лондонда тұратын адамдардың сонда көпшілігі итім деп жауап берген ғой, итім. Бұл Америкада тура сондай екен. Әлем итке байланған екен ғой вообще. Ит өмірде. Ит өмір. Негізі бар ғой, осы нәрсе бізге келе жатқан сияқты. Қазір менің інілерім бар, басқалар бар ғой. Сөйлесесің ғой енді. Сол кезде айтады да, мысалы мен білмеймін, қаламаймын дейді, мен бір балам болса маған жетеді дейді да. Мен айтамын ғой, тыныштық па деймін ғой, енді балаң көп болған жақсы не. Оған ертең қарау керек, ол әйелім қиналады, үйтеді. Енді жағдай жасап берсеші, енді жарайды көп бала, Құдай нәсіп етсе, бір күтуші жалда басқа. Қойшы деп. Сондай мышление болып бара жатыр да қазір. Былайша айтқанда бір бала да болмайды, біраздан кейін оның ар жағы ит қой, айналып келгенде. Біз сонда сол тенденцияға бара жатырық па қазір сонда? Бара жатырмыз, өйткені мен осы ит ұстайтын кісілермен паркте сөйлесіп қалдым. Қай елде? Мен осы Алматыда мен тұратын үйімнің қасында бір парк бар. Сол парктың ішінен қоршап елдер итін ойнататын бір жеке аула жасады. Қалада да бар ондай. Иә. Енді сол жерде бір қазақтар мен танып сәлемдесіп қалып, әңгімеден шығып, сосын маған бір сәлемі түзу болған кісімен сөйлесіп қалдым да. Осы жалпы мына жердегілер араласасыздар ғой барлығыңыз. Осы итке деген құштарлық, итпен өте жақын болу, қалай бұны бұлай қалай түсіндіресіз? Мен мысалға өзім итке жақын емеспін дедім да. Ауылда өсті енді, ауылда есігіміздің алдында ит тұратын, ол мал қора күзететін, жуынды ішетін. Сонда ана кісі үлкен пенсияға шыққан кісі ғой, мынандай сөз айтты, соны ойланып қалдым. Негізі дейді, көбіміз адамдармен қарым-қатынастан шаршағанбыз дейді. Өйткені бір адам жарың болса, балаң болса, ол сенен бір нәрсе талап етеді дейді.
жақсы көр, ізде, махаббатың сыйла дегендей бір өзіне бағалауды, өзіне назар аударуды қажет етеді дейді. Ал енді адамдардың көбі эгоист болып, өзінің қарақан қубасын ойлағаннан кейін, ол көп бала туып, оған асырау, немесе бір әйелмен тұрып, или күйеумен тұрып, оған бір ол үшін құрбан болу деген нәрселерді қабылдай алмайды дейді. Соның бәрінің орнын бірақ адамдар енді біреуге бергісі келмесе де біреудің назарын алғысы келеді өзіне. Біреудің алдында бір маңызды тұлғаға айналғысы келеді. Соған иттен удобный ешкім жоқ дейді. Мысалға ит сенің кәпішкеңді әкеп береді, сені сағынады, күтеді, арсалаңдайды, ойнайды, төсегіңе жатады, бірге дастарханда отыруы мүмкін ит. Бірақ сенен талап ете алмайды да, мен үйлендір, мен ақша бер, сыйлық бер, күшіктейін, немесе сыйлық бер, немесе мені босат деп ол айта алмайды. Ол саған байланып қалған. Каприз көрсетпейді ғой. Каприз көрсетпейді, оның талаптарын орындамасаң болады. Сондықтан ит неге удобный десем, ит саған махаббатын көрсете алады, бірақ сенен ештеңке талап ете алмайды. Яғни сен эгоист, қарақан қубасын ойлаған адам болсаң, бір жыбырлаған тіршілік иесімен өмір сүргің келсе, ол ит дейді. Себебі адам үйде тұрған кезде жалғыз өзі елегізейді, қорқады. Жападан жалғыз өмір сүру қиын ғой енді. Сондықтан үйдің ішінде бір қыбырлап тіршілік иесі жүрсін десең, ол ит. Өйткені ол сенен ештеңке талап етпейді.